Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше тойымды әрі өте дәмді тағам түрімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, сіздер де осы тағам түрін жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен осындай кесек етімізді алып, жіңішке жалпақтап турап аламыз. Менде қойдың еті, сіздер қойдың немесе жылқының қара кесек етін қолдансаңыздар да болады. Енді қазанымызға кішкентай кесемен жарты кеседе сұйық майымызды құямыз және де жуылған етімізді салып араластырып, қазір осы еттің өзінің сөлі шығатын болады. Сол сөлі толық тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, пиязымызды да бір 3-4 минут аралығында жақсылап қуырамыз. Пиязды кішкене үлкенірек қылып кессеңіздер де болады, бірақ біздің үйдегілер подливтің ішінде үлкен болып жүрген қаламайды, сондықтан осындай майдағып кесемін. Кейін 2 тісше сарымсағымызды майдалап турап және де үлкен бір сәбімізді үлкенірек етіп тураймыз да, осы қуырып жатқан қазанымызға салып, жақсылап 2-3 минут аралығында қуырып аламыз. Дәміне қарай паприка, тұз және де 2 ас қасық осындай соя соусын қосамыз. Бұл біздің тағамымызға ерекше түс әрі дәм беретін болады. Араластырып 1-2 минут аралығында қуырып аламыз. Және де еттің үстіне сәл асып тұратындай етіп су құясыздар. Мен осындай шамамен 3 кружкадай қостым. Енді осының бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан кейін астын басып бүлкілдетіп 45 минут аралығында бұқтырамыз. Келесі кезекте гарнирін дайындаймыз. Мен гарниріне гречка және де осындай пюре жасадым. Қазір пюренің жасалу жолын көрсететін боламын. Картошкамызды жуып, тазалап, аршып осылай турап аламыз да осындай кастрюлемізге саламыз. Үстінен су құямыз. Дәміне қарай тұзын салып араластырамыз және де бетін қиғайлап жауып газға қоямыз. Қайнатып картошканы пістіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығады. Менде кішкене сәл езіңкіреп кетіпті. Пісіп шыққаннан кейін осылай суын төгеміз, бірақ астына кішкене қалдырып қоямыз. Осылай қалуы тиіс. Барлығын түгел төгіп тастамайсыздар. Енді үстіне сапалы, дәмі жақсы майымызды қосамыз да езіп аламыз. Іртіктері қалмайтындай етіп, жақсылап осындай картошка езгішпен езіп аламыз. Кейін осындай миксермен 1 минут аралығында миксерлеп аламыз. Сол кезде пюреміз біздің лөпілдек әрі нәзік болып, күшті, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Осымен гарнир дайын. Менің подливым 40-45 минут аралығында осылай бұқтырылып тұрды. Енді үстінен үлкенірек туралған болгар бұрыштарын саламыз. Менде қатырылған түрі. Болгар бұрышын салғаннан кейін астын қатты отқа қойып, араластырып, бетін жауып, бір бұрқ еткізесіздер. Астын өшіріп, бетін жауып, тағы да бір 5 минутқа қойып қоясыздар. Біздің пересіміз қатты пісіп кетпеуі керек. Одан кейін қалауларыңыз бойынша тарелкаға әдемілеп ұсынасыздар. Осымен біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі дәмді тағамдардың бірі. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.